синдром Дауна немесе порок сердца болып туылады. Алып таста деген ұлым бүгін 5 жасқа толып отыр. 2019 жылы алғашқы скринингке жүрегім толқып, үмітімді үкілей барғанмен көзім жасқа толып қайттым. Желкесі қалың, мұрны көрінбейді, жүрегінде ақау бар деген сөздерден кейін дәрігерлер қауымы консилиум жасап, алып таста, өзің қиналып қаласың деп кеңес айтты. Бірақ мен жүрегі соғып тұрған, жаны бар баламнан бас тарту туралы ойдың өзін қабылдай алмадым. Сол сәтте жүрегім жарылардай болып жыласам да, ақыл емес, ана жүрегін тыңдауды жөн көрдім. Мен Аллаға тәуекел еттім. Мен ана болуды таңдадым. 2020 жылы 7 наурызда дүниеге келу керек болған ұлым бір күндік толғақтан кейін 8 наурызда менің мерекеме Алланың берген ең қымбат сыйы болып келді. Іште жатып сынаққа түскен ұлым өмірге де сынақпен келді. Дәрігерлер айтқандай-ақ жүрегінде 2 тесікпен туылып, алақанында артық саусақтары барын көрдім. Бірақ мен үшін ең маңыздысы оның кемшілікпен туылған емес, аман-есен дүниеге келген еді. Жүрегіндегі тесіктері 2 жасында Алланың қалауымен бітелді, ал артық саусақтар операция жасалып алынды. Наркоз бен операция кезіндегі менің сезімімді сөзбен айтып жеткізе алмаспын. Бірақ шүкір, ол күндер де өтті. Бүгін менің жүрегімнің бір бөлшегі, алғашқы бақытымды сезіндірген ұлым 5 жасқа толды. 4 килограмм болып туылған батыр балам. Міне, 5 жасқа да келдің. Алла сені қалай маған аманат етсе, дәл солай өзі қорғанын алсын. Сенің аппақ көңілің, мейірімге толы жүрегің әрдайым осылай таза қалпында сақталсын. Мен сені жанымнан артық жақсы көремін.